басым ауырып тұр. Бұл не? Онда тыңда. Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бүгін біз медицина ғылымының ең күрделі әрі қызықты салаларының біріне, жүйке жүйесінің ауруларына, олардың пайда болу себептеріне және психосоматикалық факторларына тоқталамыз. Бұл тақырып бүгінгі қоғам үшін аса маңызды, себебі жүйке жүйесінің бұзылыстары тек адамның денсаулығына ғана емес, оның өмір сапасына, жұмыс қабілетіне және әлеуметтік жағдайына үлкен әсер етеді. Дені саудың жаны сау дейді халқымыз, яғни жүйке жүйесінің денсаулығы жалпы ағзаның дұрыс қызмет етуінің кепілі. Статистикаға жүгінсек, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ДДС деректері бойынша әлемде жыл сайын 1 миллиардтан астам адам түрлі неврологиялық аурулармен ауырады. Қазақстанда бұл мәселе өзекті. 2024 жылғы мәліметтер бойынша елімізде әрбір 4-ші ересек адам жүйке жүйесінің ауруларына тән белгілер байқалады. Ауру кіріп жан аса демекші, бұндай аурулардың алдын алу әр адам үшін өмірлік маңызы бар іс. Сонымен, жүйке жүйесі дегеніміз не? Және ол қандай қызмет атқарады деп ойлайсыздар? Ол дегеніміз ағзаның барлық мүшелері мен жүйелерінің жұмысын реттеп, үйлестіріп отыратын күрделі биологиялық құрылым. Оның негізгі қызметі сыртқы және ішкі ортадан ақпарат қабылдау, оны өңдеу және ағзаның жауап реакциясын қалыптастыру. Жүйке жүйесі екіге бөлінеді. Ол орталық жүйке жүйе ми мен жұлыннан тұрады. Ол негізгі ақпаратты өңдеп, шешім қабылдайды. Және де шеткі жүйке жүйе. Ол ми мен жұлыннан шыққан жүйке талшықтары мен түйіндер. Олар сигналдарды ағзаның әртүрлі бөліктеріне жеткізеді. Бұл жүйе денеміздің басқару орталығы іспеті. Ол қозғалысымызды, сезімімізді, ойлау қабілетімізді және эмоцияларымызды реттейді. Сондықтан кез келген зақым немесе ауру адамның бүкіл өмір сапасына кері әсерін тигізеді. Негізгі аурулары. Олар инсульт, Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы, көптік склероз. Және осылар туралы қазір көптеп мәлімет айтып кетемін. Тоқталатын болсақ, инсульт. Инсульт ол мидың қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы нәтижесінде нейрондардың зақымдануы. Бұл ауру кенеттен пайда болып, салдану, сөйлеу бұзылысы, есте сақтау қабілетінің төмендеуі сияқты ауру салдарға алып келеді. Және де ДДС мәліметінше, жыл сайын әлемде 15 миллионнан астам адам инсульт алады. Олардың 3-тен 1-і қайтыс болады. Яғни 33%. Альцгеймер ауруы. Альцгеймер нейродегенеративті аурулардың бірі. Ол көбінесе егде жаста кездесіп, есте сақтау мен ойлау қабілетінің біртіндеп нашарлауына алып келеді. Ауру кезінде мидағы нейрондар арасында байланыс бұзылады. Нәтижесінде когнитивтік функциялар жоғалады. Келесі ауру ол Паркинсон ауруы. Бұл ауруда ми дофамин өндіретін нейрондар жойылып, қозғалысты реттеу бұзылады. Нәтижесінде діріл қозғалыстың баялауы және тепе-теңдіктің бұзылуы байқалады. Бұл Паркинсон ауруы нейрондардың арасындағы көріп тұрғаныңыздай осы суретте осы сигналдар бұзылады. Яғни нейрондардың жойылуы деген ол нейрондардың арасындағы синаптик осы қосылысы жоғалады. Сол себепті бұл Паркинсон ауруы пайда болады. Келесі ауру ол көптік склероз. Көптік склероз ол аутоиммундық ауру. Яғни біздің иммунитетіміз өзіміздің талшықтарымызды жояды. Миелин қабықшасының зақымдауымен сипатталады. Жүйке импульстары баяулап, қозғалыс пен координация нашарлайды. Миелин қабықшасы дегеніміз ол осы нейрондық бізде талшық бар. Осы нейрондық талшықта аксон деген осы жері бар. Және де миелин қабықшасы ол осы заттар аксонды үстіп қоршап тұрады. Олардың ең басты функциясы ол осы аксоннан өтетін сигналдарды тезірек жеткізеді. Яғни осы жерден кірген сигнал ол ішпен жүрмей кенеттен осы жақта пайда болады, осы ашық жерде. Яғни аксоннан өтеді. Және де осылайша миелин қабықшасы көп болғаннан кейін біздің нейрон сигналдарымыз тез өтеді. Ал егер аксонның бойында миелин қабықшасы зақымданса, ол бізде импульстардың баяулауына алып келеді. Яғни импульстар тезірек жүрмей баяулап жүреді және қозғалыс координация бұзылады. Бұл бізде көбінесе 20-40 жасында аралығында адамдарда кездеседі. Жүйке жүйесі ауруларының пайда болуына не себеп? Бұл сұрақтың жауабы бір сөзбен шектелмейді. Ең алдымен нақты физиологиялық және биологиялық себептерге тоқталайық. Бірінші, генетикалық бейімділік. Кейбір аурулар ата-анадан балаға ген арқылы беріліп, мұра ретінде қалуы мүмкін. Екінші, инфекциялар, менингит сияқты бактериялық немесе вирустық инфекциялар жүйке жүйесін тікелей зақымдап, оның қызметін бұзады. Үшінші, жарақаттар мен ісіктер. Бас сүйек ми жарақаты немесе мидағы ісіктер жүйке орталықтарын қысып байланыс түзеді.
4. Қан айналымының бұзылуы. Инсульт сияқты жағдайларда мидың белгілі бір бөлігіне қан бармай, нейрондар оттегі мен қоректі заттарсыз қалып бөле бастайды. 5. Ол өмір салты. Дұрыс тамақтанбау, зиянды әдеттер, ұйқының қанбауы, осының бәрі жүйке жүйесінің тозуына, яғни жүйкенің жұқаруына алып келеді. Ғылыми зерттеулерге сәйкес неврологиялық аурулардың шамамен 25-30-ында психосоматикалық факторлардың үлесі бар. Психосоматика дегеніміз не? Бұл жан мен тәннің ажырамас байланысы, яғни біздің ойымыз немесе сезіміміз денедегі нақты ауруларға себеп болуы мүмкін. Халқымыз мұны жан ауырса тән азады деп бір ауыз сөзбен түйіндеген. Ойланып көріңізші, созылмалы стресс пен үрей кезінде ағзада күрес немесе қаш гормоны, кортизол мөлшері үнемі жоғары болады. Бұл қан қысымын көтереді, бұлшықетті жайрады. Соның салдарынан созылмалы бас ауруы, атқажан жарасы немесе тіпті жүрек аурулары пайда болуы мүмкін. Сіздің басыңыз жиі ауырады ма? Мүмкін бұл көп ойланғаннан емес, көп уайымдағаннан болар. Іштегі переніш, айтылмаған ашығыза ешқайда кетпейді. Ол денеде бөгеліп қалып аутоиммундық ауруларға келеді. Яғни жаныңызға батқан сөздер мен оқиғалар тәніңізді ауруға шалдықтырады. Негативті ойлар мен сенімдер. Менің қолымнан ештеңе келмейді, бәрі маған қарсы деген сияқты ойлар адамды үнемі қорғаныс жағдайында ұстайды. Бұл жүйке жүйесін қатты шаршатып, оның ауруларға қарсы тұру қабілетін әлсіретеді. Жүйке жүйесінің ауруларын емдеудің негізгі 4 әдісі бар. Олар фармакотерапия, хирургия, психотерапия және де нейрореабилитация. Фармакотерапия ол дәрілік емдеу. Мысалы, Паркинсонда дофаминді арттыратын дәрілер, Альцгеймерде ойлау мен есте сақтауды қолдайтын препараттар қолданылады. Эпилепсия ұстамаларын алдын алатын антиконвульсанттар да осыған жатады. Ал психосоматикалық бұзылыстар кезінде антидепрессанттар көңіл күйді тұрақтандыра алады. Кейбір жағдайларда хирургия қажет. Мысалы, эпилепсияға қарсы операциялар, ми ісіктерін алып тастау және басқа нейрохирургиялық әдістер жүйке жүйесіне түсетін ауыртпалықты азайта алады. Психотерапия стресс пен депрессияға қарсы тиімді әдіс. Когнитивті-бихевиоралды терапия, арт-терапия және де релаксация психикалық тұрақтылықты сақтауға көмектесе алады. Инсульттан кейін нейрореабилитация маңызды рөл атқарады. Физиотерапия қозғалысты қалпына келтіреді, логопедия сөйлеуді жақсартады, ал когнитивті жаттығулар есте сақтау қабілетін дамытады. Жүйке жүйесі мәселелеріне алдын алу шаралары қолданылады. Алдын алу үшін ең бастысы ол дұрыс тамақтану, жеткілікті ұйқы және спорт. Сонымен қатар медитация мен релаксация психикалық тұрақтылықты сақтайды, ал тұрақты тексерулер аурудың алдын алуға мүмкіндік береді. Қорытындылай келе, жүйке жүйесінің аурулары тек медицина емес. Ол бүкіл қоғам үшін маңызды мәселе. Сондықтан ақпараттандыруды күшейту, психикалық денсаулық мәдениетін қалыптастыру және де скринингтерді жүйелі жүргізу адамдарға қажет. Түсінікті. Рахмет.